Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, құрметті сіздер қауым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен сау, менің тауықтарым. Сіздермен видео бөліспегелі біраз уақыт өтті, белгілі бір себептермен. Соңғы рет видеоны осы жерде қар бар кезде салдым ғой деймін. Қазір көктемнің соңғы айы, бүгін мамырдың 16-сы. Біздегі тауық қорадағы жаңалықтар. В общем, балапандар шығып жатыр. Тауықтар жұмыртқалап тұр. Менде қалған сол кучинский юбилейный тауықтар міне. Арасында бір простой тауық жүр, ол сатылып кетті. Осы жексенбі күні апарып тастаймын. Мендегі өзімдегі брама балапандар. 5 балапан шыққан, 5-еуі де аман сау тұр. Өздерін отдельно осы жерде ұстап жатырмын қазір. Так, одан бөлек бізде мына жақта брама бар, светлый брама. Светлый брама бірге бір қалған. Светлый деппін ғой, полевый брама. Бірге бір қалған. Бұлар да сатылып кетті. Оларды аптан соңына қарай кетеді. Плюс ана домашний ақ тауық бар баяғы. Дұрыс сөзбеген. Ол да сатылып кетті. Одан бөлек мынау биылғы балапандар. Кучинский, парковский қораздар. Мынау алдында бір видеода айтқан болатын, білетіндеріңіз болса. Кучинский мен парковскийді екеуін шатыстырып тауық шығарып көрем деп. Мыналар сол тауықтар менен. Мынау біреу, екеу, үшеу. В общем, бәрі шатыс қой. Кучин мен парковский шатыс. Мына жерде өзіме керекті қораздарды алып қалдым. Енді мына жерде осы өскен молодняк тұрады үшін. Мына қорада. Домашний тауық брамаларын бәрін сатып жібердім. Специально сол молоднякқа арнап орын дайындау үшін. Так, онда 3 қораз болған кучинский. Біреуін сатып жібердім тоже. Шыққи берді бір-бірін, сосын сатып жіберуге тура келді. Бізде Шыңғысхан. Одан бөлек бізде мында балапандар. Бүгін мынаның ішін бәрін қыстан бері тазаланбаған астың бәрін тазалап, осындай жаңадан шөп төсеп қойдым. Тап-таза болып тұр, иісі бәрі жақсы болып қалды. Бұл жерде міне қара балапандар, мынау Австралорд деген порода. 10 балапан шығарған. Онда аман есен жүр. Құдай қаласа Австралорд пен Кучинский ұстаймыз енді. Биыл. Қалғандар көріп тұрғандарыңыздай Кучинский чисто. Мына жерде в основном мекендерін алып қалдым. Қораздарды сыртқа шығарып тастадым. Өйткені қораздардан маған келетін пайда аз. Олардың бәрін шетінен 1000 теңгеден сатып жатырмын. Ал енді мына мекендердің бәрі өзінде қалады. Мына жер алдында дайындаған қора. Енді мына тауық балапан шығарған. 3 балапан шығарған, біреу өліп қалды, білмеймін неге өліп қалған. Осы екеуі қалды. Олар енді пока осының ішінде тұр. Одан бөлек мына жақта менде светлый брама балапан басып жатыр. Бір аптаның көлемінде бұл да шығарады, байқаласа балапан. Көреміз қалай шығаратын. Алдында Кучинский шығарған балапандарды тоже көрсетем. Қазір олар отдельно қойып қойған.
Балаларды сыртқа шығарып тастаған. Шығысқан не жаққа бар? Так, мынаны да былтыр дайындағам, осындай жазда. Видеоны көрген кісілер болса біледі. Мына жерде міне 12 балапан, 12-сі де сау, аман есен. Осы 40 тауық басып шығарған балапандар менде. Бұл бірінші шыққан балапандар тауықтың астынан. Қазір мына жақта екінші шыққан балапандарды көрсетем. Бұларды далаға шығарып қойғам. Міне мында мынау жатқандар майдалы. Бір айдай болып қалды. Бұларды тоже 40 бас шығарған. Ал бізде инкубатордан шыққан балапан шатасып жүру үшін адасып. Ал мына жақта бізде осындай мужской отряд. Мынаның бәрі қораз. Так, бұның бір 15 шақты сатылып кеткен, апарып тастау керек. Қалғаны ақырындап шетінен сатып жатыр. Мен сатқан ақшаға әдеттегідей сол жемін, комбикормын, балапандарын алып қойып жатырмын. Жаңалық осы күн жылып, осындай көктем болып жатыр. Амандықта кездескенше сау саламат болыңыздар. Алдағы уақытта Құдай қаласа видеолар болып тұрады енді.